Сәлеметсіз бе, біз Білген телеарнасынан келіп едік. Біз осы мектепке ең үздік тәрбиеші туралы хабар түсіруге келіп едік. Бізде білікті, білімді, өз ісінің мамандары жеткілікті. Солардың бірін атап өтетін болсақ, Жаркент қаласындағы гуманитарлық техникалық колледжін бітіріп келген мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі, жаста болса өзінің жан-жақтылығымен көрсете білген маманымыз Наурызбай Жансая Бақытқызы. Рахмет, біз ары қарай сол кісімен жұмысымызды жалғастырайық. Мына жерде бізге үлкен алма ағашы берілді. Бұл алма ағашының іші толған сандали, есек. Сандықтайын болса, мына бір өрнекте есекте қандай амалтамасы болады деп ойлайсыздар? Азайтын. Осындай амалтамалар болады. Біз Білдірген телеарнасынан түсірушілеріміз Жансая Бақытқызы, сіз оқу іс-әрекетінде қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз? Елбасымыздың 3 тұғырлы тіл стратегиясына байланысты ағылшын тілін кіріктіре отырып, оқу іс-әрекеттерін өткіземін. Балдар, бізде қазір қандай мезгіл? Көктем мезгілі. Ал олар осы айтып өтіңдерші, бізде осы көктем мезгілінде қандай өзгерістер болатын еді? Күн жылы. Жақсы күн жылы болады. Енді жаңбырдан кейін не шығатын еді? Дұрыс айтасың, Кәусар, кемпір қосақ шығар екен. Ал енді, мынау бізде қандай түс? Тоқ сары. Ал бұның ағылшыншасы оранж деп айтылады екен. Қараңдар. Қалай айтылады екен? Оранж. Ал жаңбыр жауды. Оның артынан кемпір қосақ шықты. Жерге гүлдер өсіп шықты. Енді бұл әсем гүлдерге нелер керек деп ойлайсың? Сары, бұны ағылшын тілінде yellow деп атайды. Тіл дамыту, қоршаған орта сабақтарында саяхатқа шығып, қызықты ойындар өткізсек, математика сабақтарында санамақ санап, есеп шығарамыз. Оны ағылшынша қалай деп атайды? Star. Аспан денелеріне ай, күн, жұлдыз жатады. Жарас. Сенің атың кім? Менің атым Айман. Біз сурет саламыз, есеп шығарамыз, әріптер үйренеміз, кейбір кездерде билейміз. Жансая Бақытқызы, біздің хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге рахмет. Еңбегіңіз жаңа берсін. Рахмет. Балалар, сау болыңдар. Жүректегі білімімен тербеткен, арманға асқа құлашымды серметкен. Балдырғанға ем бақыты ұстазбын, білімінің бастауы боп тербеткен. Айналайын шәкіртім, сен ғой менің бақытым, жүрсем дағы